Құрметті тыңдармандар, бұл курс академиялық эссе құрылымына арналады. Ол педагогия ғылымдар магистрі, академиялық эссе теориясының зерттеушісі Бишімбаева Қалдығыз Есболатқызының академиялық эссе жанрының теориясы мен практикасы атты монографиясы негізінде жасалған. Бәрімізге белгілі, эссе әртүрлі салаларда, әртүрлі мақсаттарға байланысты жазылатын кең ауқымды жазылым. Оқу-білім саласында жазылатын эссені академиялық эссе деп атайды. Академиялық эссенің аргументтік, сипаттау, баяндау, дискуссиялық және әдеби эссе деген түрлері бар. Олай болса, бүгінгі сабақта академиялық эссенің құрылымына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Академиялық эссе құрылымы кіріспе бөлімнен, негізгі бөлімнен және қорытынды бөлімнен тұрады. Әр бөлімде нелер қамтылады? Кіріспе бөлімде эссе тақырыбын түсінген туралы сөйлем болуы керек. Екінші, тақырыптың өзектілігі, яғни көтерілген мәселе туралы жазылуы қажет. Үшінші, өз ұстанымымызды, негізгі идеямызды білдіретін тезис болуы тиіс. Төртінші, кіріспе бөлімнен негізгі бөлімге өтуші сөйлемді қажет болған жағдайда жазуға болады. Міне, кіріспе бөлімге тоқталып өттік. Ендігі кезекті негізгі бөлімге берейік. Кіріспе бөлімде берілген тезисімізді нақтылау үшін оны қолдайтын пікір болу керек. Сол тезисімізге сай дәлелді, аргумент, факт келтірілу қажет. Міне осыдан кейін анализ жасап, осы абзацымызда келтірген дәлелдемелерді қорытындылайтын сөйлем болу керек. Егер де негізгі бөлім бірнеше абзацтан тұратын болса, оларды өзара байланыстыратын сөйлем жазған дұрыс. Егер де бір ғана абзацтан тұратын болса, онда бірден қорытынды бөлімге өтуші сөйлем жазылады. Біздер кіріспе негізгі бөлімдер туралы айттық, енді қорытынды бөлім. Қорытынды бөлімде біз кіріспе бөлімде айтқан тезиске қайта ораламыз, яғни басқа сөйлем арқылы жеткіземіз. Одан кейін негізгі бөлімде берілген ақпараттар бойынша абзацтарға түйін жазамыз. Ең соңында эссенің түріне қарай өзіміздің ұсыныс шешімдерімізді білдіре отырып, қорытынды сөйлеммен аяқтаймыз. Осы сабақта академиялық эссе құрылымының бөлімдеріне жеке-жеке тоқталып, онда қамтылатын мәліметтер туралы айтылып, баяндалды. Ал енді келесі сабақта өтетініміз осы әрбір бөлімін тәжірибе жүзінде мысалдармен көрсетеміз. Сондықтан тіркелуді ұмытпайық.